Қазіргі әлемде барлығы балалардың қатыгездігі туралы айтады. Алайда кейбір балалар мұқтаж адамды құтқару үшін өзін құрбан етуге де дайын. Бүгін мен сіздерге басқалардың өмірін сақтаған 10 бала туралы айтамын. Оқиға ақшта болған. 2 жасар егіздердің біріне комод құлаған. Екінші бала аңырамай өзінің балалық миымен ағасы көмекке мұқтаж екенін түсінді. 2 жасар бала ағасын комод астынан алып шығуға тырысты, және бұл оның қолынан келді. Балалардың әкесі кішкентай балалардың ата-аналарына қауіп-қатер туралы ескерту үшін бейнені ғаламторға жүктеді. 3 жасар американдық баланың әкесі шеберханада жұмыс істеді. Алайда механикалық операцияны орындау кезінде білек пен негізгі қан тамырларының біріне зақым келтірген. Қансырап тұрған әкесі туралы уайымдаған бала 911 нөміріне қоңырау шалып, нақты мекен-жайын айтты. Содан кейін жедел жәрдем келіп, барлық медициналық көмекті көрсетті. Ұқсас оқиға Ұлыбританияда болды. Онда 4 жасар бала дауыстық көмекші Сири көмегімен анасының өмірін сақтап қалды. Бала анасының еденде қимылсыз жатқанын көріп, оны оята алмағаннан кейін анасының айфонын тауып, Сиримен байланысу үшін Home түймесін басқан. Сири көмекшісі баланы шұғыл қызметтермен байланыстырды. Бала оның анасы жабық көзімен бөлмеде жатқанын және тыныс алмайтынын айтты. Бала диспетчердің сұрақтарына сенімді жауап берді. Келген дәрігерлер әйелдің өмірін сақтап ауруханаға жеткізді. Егер Сири оған жедел жәрдем қызметтерімен байланысуға көмектеспесе, баланың анасына не болатынын белгісіз. Келесіде бізде 5 жасар баламыз бар. Ол ата-анасын есірткімен дозаланудан сақтап қалды. Бұл оқиға өткен жылы Огайо штатында болған. 5 жасар бала түнде ата-анасының героиннің артық дозасынан өліп жатқанын көрді. Бала аңырамай жалаң аяқпен бірнеше көшеден көмек іздеуге жүгірді. Нәтижесінде ол оны тапты. Полиция қызметкерлері оқиға орнына келіп, баланың ата-анасын ессіз күйде тапты. Дәрігерлер жауапсыз ата-аналардан кесірткелерді айдап шығарды. Татарстанда 9 жасар бала су бұрқағына құлаған, 380 вольт жоғарғы кернеулі су астында қалған. Барлығы көмекке шақырған, бірақ Даниэл есімді 12 жасар жасөспірім ғана көмектесуге бел байлады. Ол жәбірленушіні өзіне қарай тартып алып шықты, бірақ оның өзін қатты ток соғып, жедел жәрдем келгенге дейін қайтыс болды. Баланы өлгеннен кейін ерлік орденімен марапаттап, біздің заманымыздың батыры деп атады. Егер түнде сіздің үйіңізге 3 қарулы қылмыскер кіріп кетсе, не істеу керек? Дұрыс, дүрбелінбей жақындарыңызды құтқаруыңыз керек. 7 жасар Карлос деген бала үйіне шабуыл жасау кезінде анасына үрейленбеуге бұйырып және кішкентай қарындасын қолынан ұстап ваннаға кіріп тығылды. Сол жуу бөлмесіне бара жатқанда ұялы телефонды да ала салған. Солай ол полиция шақырған. Полиция келіп қарақшыларды ұстап, жас батырдың батыл алақанын қысып кеткен. Жан-жаққа босқа қарып жүру жаман әдет емес. 11 жасар Ярослав әдеттегідей достарымен мектептен кейін жүріп, өз үйіне келе жатып, екінші қабаттағы ашық терезеге өте кішкентай қыз жақындағанды байқайды. Бір сәт кідірместен Ярослав дәл қазір қыз бетонға құлап бара жатқан сәтте жүгіріп қызды ұстаған. Нәресте жас батырдың құшағына қонып, жай шошынып кеткен, ал батыр бала құлап, жеңіл жарақат алды. Анна Ираки кіші қарындасы үшін өз өмірін қауіпке төндіру оған шексіз махаббатпен мәжбүр болды. Жаяу жүру кезінде қыз жүк көлігі жоғары жылдамдықпен келе жатқан жолдың бойына жүгірді. Кідіріссіз үлкен апа қызды көліктің астынан итеріп жіберді де бүкіл соққыны өзіне алды. Нәтижесінде Анна аяғынан айырылды. Бірақ егер ол болмаса, онда оның әпкесі құтқарылу мүмкіндігіне ие болмас еді. 2017 жылдың жазында Мариэл республикасында 9 жасар Алексей Скворцов досын электр тогынан сақтады. Баланың досы байқаусызда жалаңаш сымды ұстап қалды. Алексей аңырамай досын құтқару үшін ағаш таяқшаны алып, баладан сымды алып тастады. Содан кейін үлкендерден көмек сұрады. Мерекелік жағдайда Ішкі істер министрлігінің алқазалында Алексейге құрмет грамотасы тапсырылды. Ал 6 адамды жанып жатқан ғимараттан аман алып қалған американдық 8 жасар Тайлермен аяқтайық. Бұл бала түнде атасының жанында болуға шешім қабылдаған күні болды. Түннің ортасында бала түтіннен оянып, көздерін сүртіп, ескі үй өртеніп жатқанын көрді. Басқа біреу асығыс сыртқа жүгірер еді. Тайлер керісінше алдымен туыстарын құтқара бастады. Алдымен бала қасында ұйықтап жатқан басқа балаларды көшеге алып шықты. Содан кейін ол тәтесі мен тағы 2 ересек туыстарын оятып алып шықты. Бірақ бұл адамдардың бәрі сыртқа шыққанда, Тайлер бір аяқта ағасы мен 57 жастағы атасы үйде қалғанын түсінді. Ержүрек бала мүгедек пен атасын құтқаруға асықты. Бірақ өкінішке орай, бала өзінің күш-жігерін асыра бағалады және олармен бірге түтінге тұншығып жанып жатқан үйден шыға алмады. Өрт сөндірушілер үйден 3 адамның өліктерін тапты. Кейін Тайлердің уақытылы әрекетінсіз ешкім шықпайтыны белгілі болды. Жергілікті өрт сөндіру бөлімі басшысының сөзіне қарағанда, Тайлердің арқасында өрттен 6 адам аман қалған. Сарапшылардың пікірінше, өрт сымдардың істен шығуы салдарынан басталған. Бүгін баланы нағыз батыр деп атайды, ал ойыншықтар мен гүлдер ұзақ уақыт қайғылы оқиға болған жерде пайда болды. Ал осымен болды. Осындай кішкентай батырларға лайк аямаңдар.
және басқа адамдарға үлгі және сабақ болсын деп осы видеоны достарыңызға таратыңыздар.